Есеп. 2 немесе 3 таңбалы сандарды бір таңбалы санға бөлу үшін оны әрқайсысы осы санға бөлінетіндей ыңғайлы қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады. Содан соң қосынды санға бөлу ережесін қолдануымыз керек. Яғни мына 96 санын жіктеп жазған кезімізде мына бөлгіш 4-ке бөлінетіндей ыңғайлы сан болу керек. Осы ережені сақтай отырып жазамыз. Мінекей 90 қосу 6 жіктеп жаздық. Енді оны 4-ке бөлеміз. Олай болса 96-ны 4-ке бөлгенде 24. Үшінші есеп. 560-ты 20-ға бөлуіміз керек. Түсіндіре отырып, жіктеп отырып, бөліп шығарамыз. 500-ді бөлеміз 20-ға, яғни бөлгішке. Одан кейін қосамыз. Мінекей 6 ондық 60 бөлу 20. Енді әрқайсысы бөлу амалдарын орындап шығамыз. 500-ді 20-ға бөлгенде 25, ал 60-ды 20-ға бөлгенде 3. Енді 25-ке 3 қосқанда 28. Олай болса 560-ды 20-ға бөлгенде 28. 420-ны 30-ға бөлуіміз керек. Қосынды түрінде жіктеп алсақ, 400 қосу 20. Қосу амалын жақша ішінде және 30-ға бөлуіміз керек. 420-ны 30-ға бөлгенде өрнектің мәні 14-ке тең. Яғни 78-ді 6-ға бөлу керек біз. Бөліндінің мәні 13-ке тең. 750-ді 5-ке бөлсек 150. Енді мынаның барлығын қосамыз. 150-ді 13-ке 163-ке тең. Ал мұнда 930 бөлу 3 310-ға тең. Ал 500 бен 5-ті бөлгенде 100-ге тең. 25-ті 2-ке көбейтсек 50. Енді екі жақтан да өрнектерді әрқайсысын қосып шығамыз. Мұнда азайтамыз. 13-ке 150-ді қоссақ 163. Үстіне жазып қоямыз. Қарындашпен жазып қоюға да болады. 310-нан 150-ді азайтсақ, мәні 160-қа тең. Оны да қоршап жазып қоямыз қарындашпен. Енді 163, мұнда 160. Салыстырсақ, демек, олай болса, мұнда 163, мұнда 160. 163 артық, ал 160 кем. Артық белгісін салуға болады, немесе екеуі бірдей емес, тең емес болса, теңсіздік белгісін саламыз. 16-шы бет 8-ші есеп. Есепті әртүрлі тәсілдермен шығаруға болады. 8-дің асы шарты. Сурет үйірмесіне 3-ші сыныптан 8 оқушы, 4-ші сыныптан 12 оқушы келді. Осы балалардың әрқайсысында 6 құтыдан гуаш болды. Барлығын табуымыз керек. Оқушылардың барлығында қанша құты гуаш бар? Шешуі: 3-ші сыныптан 8 оқушы мен 4-ші сыныптағы 12 оқушыны санын қосамыз. Және 6-ға көбейтуіміз керек барлығын табу үшін. Барлығын табатын кезде көбейіп кетеді саны, олай болса. 8-ді 12-ке қосқанда 20. Енді 20-ны 6-ға көбейткенде 120. Жауабы: оқушыларда барлығы 120 құты гуаш бар. 8-ші есептің әсі шарты. Музейдің бір көрме залына 25 картина мен 12 мүсін орналастыруға болады. Осындай, дәл осындай, демек осындай десе, мына екеуінің барлығының қосындысы
осындай 5 салға қанша картина мен мүсін орналастыруға болады? Бұл есеп 8 А есепке ұқсас. Жауабы 5 салға қанша картина мен мүсін орналастыруға болады. Бұл жерде қанша сұрағы картина мен мүсін екеуіне бірдей қойылып тұр.